Сандуғаш бұл өмірде тек өзіне ғана сенетін. Өйткені әпкесі екеуі әке-шешеден ерте айырылған тұл жетімдер болатын. Нағашы жұртында өскен олардың тұрмыстары да тым қарапайым еді. Мектепті бітіре салып, еңбекке ерте араласты. Жұмыс істеп жүріп, оқуын да бітіріп алды. Еңбекқорлығының арқасында өзінің кәсібін де ашып, тұрмысын түзеп, әпкесі мен нағашыларына жақсы көмектесіп тұратын. Жұмыс деп жүріп, жеке өмірінде ойламапты. Ақшасын көбейтіп, тұрмысын түзетіп алған соң, өміріне еркек адам араласып, бәрі де өзгерді. Сенгені сатып кетті. Нәтижеде 5 жылға абақтыға жабылды. Берекесін бытыратып, тірлігін құрдымға кетіріп, өмірлік парағына түрме көрген деген айдар тақты. Мінекей, бітпейтіндей болған 5 жыл артта қалып, бүгін оның еркіндікке шығатын күні. Бақтиярова, шығыңыз, деп айқайлағанда Сандуғаш селк ете қалды. Ол лезде орнынан тұрды да темір есікке жақындады. Артына бұрылып, сол жерде отырған қыз-келіншектермен қоштасқандай ишара танытты. Бақтиярова, жолың болсын. Бұл жаққа енді қайтып келме деген біреуіне Сандуғаш. Жоқ, келмеймін деп үн қатты. Сыртқа шыққанда күн жарқырап тұр екен. Еркіндікте төгілген күннің нұры ерекше екен ау. Таза ауаны қомағайлана терең жұтып алған ол жан-жағына қарады. Анадай жерде тұрған әпкесі құшағын ашып жүгіріп келеді екен. Бауырым, Сандуғашым, бұл күнге де жеттік қой. Жамандықтың бәрі осымен қалсыншы. Енді сенің жаңа өмірің басталды деген әпкесі мұны құшақтап бетінен сүйіп жатты. Қарлығаш, әпкем менің, деген Сандуғаш көзіне іркілген жасын ұстай алмай жылап жіберді. Әпкесі оны қатты құшақтап жұбата бастады. Болды, жылама. Қиын күндер артта қалды. Келе ғой, машинаға отыр. Жездең мен жиендерің дастархан жасап бізді күтіп отыр деген әпкесі сіңлісіне көлігінің есігін ашып берді. Сандуғаш көліктің терезесінен сыртқа көз тастап отыр. 5 жыл ішінде қала ішінде әжептәуір өзгеріс алған секілді. Тар қапаста жатқанда осы сәтті талай рет елестетіп еді ау, талай рет. Үйге келсе дастарханды молынан жайыпты. Қазанда буы бұрқырап ет пісіп тұр. Бұл кеткенде кішкентай болған жиендері де өсіп қалыпты. Алдын ала дайындалған ба, олар да бірінен кейін бірі келіп, Сандуғаштың мойнына асылып, дайындап қойған сыйлықтарын ұсынып жатты. Олардың ілтипатын көріп, тағы да көзінен жасы парлап қоя берген оны жездесі де жұбата бастады. Жиендерін көріп жылап жіберген оны баласын сағынған болу керек деп ойлаған жездесі. Сенің жарқын өмірің басталды. Тамақтанып біраз тынығып алған соң балалар үйіне барамыз. Ұлыңды қайта бауырыңа басасың деді. Сандуғаш балаларды құшағына қысқан күйі күлімсіреуге тырысып көрді. Менің ұлым да өсіп қалған шығар деді көз жасын сүртіп. Ұлың сені күтіп отыр. Сенің еркіндікке шығатыныңды біле. Біз жиі барып тұрамыз ғой ол жаққа деген әпкесі Қарлығаш сіңлісінің уайымын жеңілдетуге тырысып жүр. Тамақтан соң жуынып шайынып алған ол әпкесі дайындап қойған жаңа киімдерді киіп алды. Демалып жатуға шыдамы жетпеген Сандуғаш балалар үйіне баруға, ұлымен қауышуға асықты. Көлікпен құйғытып отырып балалар үйіне де жетті. Баласы Арманның бойы да өсіп қалыпты. Жүгіріп келіп анасын құшақтап алған ол. Анашым, анашым, мені қашан алып кетесің дей берді. Сені бұл жерден алып кетемін. Бізді енді ешкім, ешбір жағдай ажырата алмайды. Біз мәңгілікке бірге боламыз. Балапаным менің, сені қатты сағындым. Мен қазір директорға барамын, сені алып кету үшін бәрін сұрап білемін. Сабыр ет, менің тәттім, менің кішкентай ғана құлыншағым, ақылдым деген Сандуғаш баласымен көрісіп, мауқын басып алған соң, тіке басшылыққа кірді. Директор Сандуғашқа аяушылықпен қарады. Біз үшін осы жердегі барлық баланың ата-анасы болғаны жақсы. Балаларын іздеп келіп алып кеткенін біз де қалаймыз. Бірақ дәл қазіргі сіздің жағдайыңызда перзентіңізді бұл жерден алып кете алмайсыз. Сізде тұрақты жұмыс, табыс, тіпті баспанаңыз жоқ. Балаға жағдай жасай алмайсыз. Түрмеде отырып шықты деген атыңыз тағы бар. Балаңызды бұлай бере салу заңға қайшы. Егер сізде ресми жұмыс болмаса, ешкім балаңызды бермейді. Құр босқа шапқыламаңыз, әрекетіңіз босқа кетуі мүмкін деп шығарып салды. Сандуғаш ол жерден шығып үйге жеткенше тек жылай берді.
Әпкесі мен жездесі бұл тығырықтан шығудың жолын қарастырып кетіпті. Кешке олар бірге отырып ақылдаса бастады. Ең бастысы жұмыс табу. Бірақ ол ресми және лайықты жұмыс болу керек деді Қарлығаш. Жездесі ойланып отырып шекесін бір қасып алды да: Біздің құрылыс компаниясына бір хабарландыру шығып еді. Еден жуатын адам керек. Жалақысы жоғары емес, бірақ ресми түрде тіркеліп жұмысы бар деген құжат алсаң болады деді. Қарлығаш күмәнмен басын шайқап: Ол үлкен компания ғой. Еден жуатын адамдардың өзін іріктеп алатын шығар деді. Уайымдама, директор өте жақсы адам. Жұмысқа орналасу үшін мәселе туындамайды деп ойлаймын деген жездесі оны сендіре түсті. Сәл үнсіздіктен соң қайта тіл қатып: Әлгі оңбаған Тимур не істеп жүр екен? Онымен есептесетін күн туар деді. Қарлығаш күйеуіне жалт қарап: Бір Құдайға тапсыру керек, ол жүгірмекті. Құдай жазасын берсін аферисттің. Қазіргі мәселе Тимурдан кек алу емес, баланы балалар үйінен шығарып алу. Кейінгісі кейін бола жатар деді. Сандуғаш бір күрсініп алды да: Болған жағдайға өзім кінәлімін. Адамдардың бәрін өзімдей көретін соқыр сенгіштігім кінәлі. Ғашық болдым да, оған сеніп тірлігімнің бәрін сол сұмырайға тапсырып қойдым. Кім ойлаған бұлай боларын? Деген ол Тимурдың опасыздығын есіне алды. Жасы 25-тен асып кәсібі жүріп тұрған кезде Тимур есімді жігіт бұған жұмыс сұрап келгенде таң қалып еді. Сымбатты, ақылды, сабырлы әрі білімді жігітті бір көргенде жүрегі дір ете қалған. Өйткені дәл сол сәтте ол баянсыз махаббаттың құрбаны болып, сол күйзелістің отына күйіп жүрген шағы еді. Әйелімен ажырасқан Нұртілеу есімді жігітпен көңіл жарастырып жүрген болатын. Екеуінің кездесіп жүргеніне 2 айдай уақыт өткенде жігіт оқу барысымен шетелге кететін болды. Олар болашақ жайлы жоспарламаған еді. Нұртілеуді оқуына Сандуғаш үнсіз шығарып салды. Тек ол кеткен соң ғана өзінің жүкті екенін білді. Бірақ ол бұл жайлы жігітке жақ ашып айтуды жөн көрмеді. Себебі оның ажырасып кеткен әйелі де шетелде тұратын. Бәлкім әйелімен табысқысы келіп, оқуын желеулетіп сол жаққа кеткен шығар деп ойлады. Нұртілеудің басын баламен байлап алғысы келмеді. Жасанды түсік жасау туралы ары ойланып, бері ойланып, ақырында баланы өзі үшін туып алуды мақсат етіп еді. Бар өмірін баласына арнауды ұйғарған. Сонда да перзентінің әкесіз өскенін қаламаған. Сондай күндердің бірінде Тимур пайда бола кетті. Ол алғашқы күннен бастап ерекше ыстық ықылас танытып, көңіліне көпшік қойып, мұның іші бауырына кіріп, елгезектігімен ерекшеленді. Тіпті уақыт өте жұмыстан соң екеуі бірге мейрамханаға барып тамақтанатын болды. Әңгіме барысында өткен өмірлерін айтып, сырласып, күннен күнге екеуінің арасы жақындай берді. Уақыт өте Сандуғаштың бар сырына қанық болып алған Тимур оны өзінше өз қамқорына алып, кәсібіне иелік еткісі келді. Сол жоспарын іске асыру үшін үйленуге ұсынысын тастады. Баланы әке боламын, сені мәңгілікке сүйіп өтемін деп өлердегі сөзін айтқан бұл жігітке Сандуғаш сеніп еді. Екеуі заңды некеге тұрған соң Тимур Сандуғашты: Сен балаға қарап үйде отыр. Жұмысына алаңдап бас қатырма. Сен үшін барын істейтін енді мен бармын деп оны тірлікке көп араласпауын сұрады. Шынында да Сандуғаш сол жасына дейін тынбай еңбек етіп сырттың шаруасынан шаршаған еді. Ол да үйде отырып, сәби сүйіп, күйеуіне дәмді ас пісіріп, бір сәт декретке шығып, қарапайым үй бикесі болуды аңсайтын. Сондықтан да кәсібіне қатысты бар шаруаны күйеуіне сеніп тапсырып қойды. Сенді ғой оған. Қалай сенбесін? Мұның баласын өз перзентіндей көріп, өбектеп мәпелеп отырса. Оның үстіне Тимур мұның бизнесіне араласқалы табыстан молынан түсіп жатыр. Тұтынушылар саны да артып, басқа қалалардан филиалдарын ашуды да жоспарлап жүр. Десе де сол сенгіштігі Сандуғаштың өмірінің үстін астына түсірді. Тек Сандуғаш қана емес, сол уақытта әпкесі Қарлығаш та бір дертке шалдығып, ауруханаға ұзақ уақытқа жатып қалды. Жездесі жұмыспен әйелінің екі ортасында шапқылаймын деп, ол да жұмысынан айырылды. Ал Сандуғаштың өзін Тимур сазға отырғызды. Жұмыста есеп-қисапқа байланысты заңсыз әрекеттер жасап, тұтынушыларды алдып соққан. Ал құжаттарға Сандуғаштың қолы қойылған. Бәрін білдірген Тимурда жауап беретін Сандуғаштың өзі.
Жеме-жемге келіп тұтынушылар өз қаражаттарын қайтаруды талап етіп, іс сотқа өткенде мейірімді күйі тайып тұрды. Бәріне жауапты Сандуғаш дегендей ол басын алып қашты. Жер төбелеп жылап қалған келіншегін тастап кеткен Тимур қарасын батырған. Сандуғаш баспанасы мен көлігін сатып, тіпті нағашыларынан жылу жинап қайтарғысы келсе де, сотқа берген адамдардың ақшасын қайтара алмайтын еді. Нәтижеде ол 5 жыл абақтыға жабылды. Ал баласы балалар үйіне өтті. Өйткені қамқоршы бола алатын жалғыз әпкесінің өзі ауруханада төсекке таңылған. Уақыт өте әпкесі қарлығаш ауруынан айығып үйіне оралды. Жездесі басқа жұмысқа тұрып, тіршіліктері жалғасып жатты. 5 жылы бір ғасырға татыған Сандуғаш та еркіндікке шықты міне. Ендігі Сандуғаштың бар мақсаты перзентін балалар үйінен қайтару. Келесі күні ол жұмысқа кірісті. Құрылыс компаниясының офисі заманауи үлгіде жаңадан салынған ғимарат екен. Осы жерде жұмыс істеп жатыр деген құжатты алу үшін Сандуғаш жұмысына білегін сыбана кірісіп кетті. Кабинеттер мен дәлізді тілімен жалағандай айнадай жалтыратып жуып қоятын. Өміріме шуақ енсін дей ме екен, терезеге түскен кішкентай дақ болса да қайта-қайта сүрте беретін еді. Айдың соңына қарай ол кадр бөлімінде істейтін жауапты қызметкерге барып құжат сұрады. Мұндай мінездемені тек біздің үлкен басшымыз бере алады деп үн қатты кадр бөлімінде жұмыс істейтін қызметкер. Сандуғаш осы уақытқа дейін үлкен бастықты әлі көрмепті. Қай есікпен кіріп шығатыны белгісіз, әйтеуір сол айтқан үлкен бастық әлі көзіне түспепті. Бастықтың кабинетіне қарай жол алған ол ұлын ойлап келеді. Осы құжат қолыма тисе, баламмен табысамын деген қуанышы ойына сыймай барады. Алайда басшының кабинетінен шығып келе жатқан адамды көріп, кілт тоқтады. Өз көзіне өзі сенетін емес. Мынау оңбаған Тимур ғой. Бұл не істеп жүр мұнда? Оны көріп есін жоғалта жаздаған Сандуғаш бірден айқайға көшті. Суайт, не істеп жүрсің бұл жақта? Деп айқайлап жібергенін өзі де білмей қалды. Сандуғашты көремін деп ойламаған Тимурдың да екі көзі шарасынан шыға жаздады. Қадамын тез-тез басып кетіп қалғысы келді. Бірақ оның жолын тосып алған Сандуғаш аузы көпіріп ұрса бастады. Мені жылатып тайраңдап жүруін қарашы, бұл оңбағанның. Алаяқ неме? Сенің былықтырған тірлігіңнің өтеуін мен өтедім. Өмірімнің быт-шытын шығарып оңамын деп ойлайсың ба? Құдай жазаңды берсін. Деген айқайына кабинеттегілер бастарын шығарып қарай бастады. Бір кезде кабинетінен сол өзі іздеп келген үлкен бастықтың өзі шықты. Оны көрген Сандуғаш мүлдем тілден айырылды. Бұл Нұртілеу ғой. Не болып кетті өзі? Немене? Екеуі келісіп алған ба? Өмірін өзгерткен екі еркекті де бір сәтте көремін деп ойламаған келіншектің көз алды қарауытып қоя берді. Нұртілеу де Сандуғашты әрең таныды. Өйткені 5 жыл абақтыдағы өмір оны әбден әбірштіп тастаған еді. Сандуғаштың үнсіз қалғанын пайдаланған Тимур алды-артына қарамай тез басып кетіп қалды. Ол кеткен соң әрең тілге келген Сандуғаш. Тимур бұл жақта не істеп жүр? Ол да осы жерде жұмыс істей ме? Деп сұрады Нұртілеуден. Сандуғаш, бұл сен бе? Мен сені әрең таныдым ғой. Қатты өзгеріп кетіпсің. Тимурға неге айқайлап жатырсың? Мен оны енді жұмысқа алдым. Өте білімді, сауатты жігіт екен. Осындай білікті маман керек еді өзіме деген Нұртілеу Сандуғашты кабинетіне кіргізді. Жылатпа оны, деуге ғана тілі келген келіншек бір кезде өкіріп жылап жіберді. Әбден жылап алсын дегендей Нұртілеу де оны жұбатуға асықпады. Ол да үнсіз отыр. Өткен өмірін, онымен кездескен сәттерін есіне алып отырса керек. Өксігін әрең басқан Сандуғаш. Ешкім білмей-ақ қойсын деп едім. Ешкімге айтқым келмеген. Бірақ дәл қазір сен білуге тиіссің, Нұртілеу. Басқа амалым жоқ. Сен шындықты білуің керек. Біздің ұлымыз бар. Ол балалар үйінде. Оны қайта өзіме алуым үшін сенің көмегің керек. Ал анау оңбаған Тимур ұлымыз екеуміздің осы күйге түсімізге себепкер болды. Соның кесірінен барымнан айырылып, 5 жыл түрмеде отырып шықтым. Егер сен де барыңнан айырылғың келмесе, маңайыңа да жолатпа оны деді әр сөзін үзіп-үзіп. Немене? Не дедің? Не деп тұрсың? Неге мен бұл жағдайда енді біліп тұрмын? Неге ертерек айтпайсың маған?
деген Нұртілеу де орнынан бір тұрып, бір отырып, Сандуғаштың сөздеріне сенер-сенбесін білмеді. Соңынан, мені кешір. Сол уақытта ажырасып кетсем де, әйелім хабарласып қоймап еді. Қызымыз үшін оған қайта барып едім. Алайда ол өзінің жеңіл жүрісін қоя алмады. Екінші рет ажырасып кеттік. Қызым үшін де онымен бір шаңырақ астында өмір сүру мүмкін болмай кетті деп ақталғандай болды. Егер ұлымның бар екенін білгенде, бәрі де басқаша болатын еді. Сен бұлай жылап отырмайтын едің ғой. Мен оны көргім келеді. Қай балалар үйінде? Деген Нұртілеу телефонын алып, әлдекімдерге хабарласа бастады. Хабарласып болған соң бірден. Кеттік, уақытты созбайық. Онсыз да мен көп уақыт жоғалтыппын. Ұлымды көргім келеді деді. Көз жасын сүртіп алған Сандуғаш орнынан ышып тұрды. Олар балалар үйіне келгенде кішкентай Арман әдеттегідей құшағын ашып, анашым келді деп жүгіріп шықты. Құлыным менің, күнім менің, ана мен бала құшақтасып көрісіп жатыр. Оларды көрген Нұртілеудің көзіне жас айналды. Арман өзінің кішкентай кезіндегі көшірмес екен. Ұқсамасаң тумағыр-ай. Бұйраланған шашына дейін аумай қалыпты. Ешқандай діңсіз ақ көрініп тұр. Баласын құшағынан босатқан Сандуғаш бір кезде. Балапаным, бүгін мен бір өзім келмедім. Сені әкең екеуміз іздеп келдік. Сені бұл жерден алып кетеміз. Міне, бұл кісі сенің әкең болады деп Нұртілеуді көрсетті. Бала біраз тосырқап қарап тұрып қалды. Келе ғой, балам деп күлімсірегенде ғана ол Нұртілеудің құшағына қойып кетті. Ұлын көтеріп алып құшағынан босатпаған күйі. Балам менің деген Нұртілеу қатты тебіреніп кетті. Бірер күннен соң олар Арманды балалар үйінен алып кетті. Ал арадан бірнеше күн өткенде Нұртілеу мен Сандуғаш шаңырақ көтерді. Ұлан асыр той жасады. Тағымды тартып алсаң да, бағымды тартып ала алмайсың деген сөз осындай жағдайларда айтылса керек. Қандай қиын жағдайдан өтсе де, Сандуғаштың пешенесіне жазылған берекелі де, бақытты ғұмыр өше қоймапты. Құрметті тыңдарман, бірер күнде каналға жаңа әңгіме шығады. Каналға тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар. Келесі әңгімеге дейін күн жақсы болсын. Рахмет. Әңгіменің авторы Анар.